Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен 1000 ауруға шипа бодене жұмыртқасының пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Сіз білесіз бе, Жапонияда әрбір бала күніне 2 бодене жұмыртқасын жейді. Ал тарихқа көз жүгіртсек, Шыңғыс ханның өзі жаралы жауынгерлеріне жұдырықтай ғана бодененің жұмыртқасын ішкізіп аяққа тұрғызған екен. Өйткені бодененің еті де жұмыртқасы да 1000 түрлі дертке дауа. Адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Дәлірек айтсақ, кәдімгі жұмыртқаның тауықтың жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бодене жұмыртқасында құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп. Б тобындағы дәрумендер анағұрлым, яғни 6 есе, фосфор, калий және темір 4-5 есе жоғары. Бұл диеталық өнімде мыс, кобальт, никотин қышқылы мен амин қышқылы да мол. Өнімнің ең басты ерекшелігі өз қасиетін жоймай ұзақ сақталуында. Бөлме температурасы жағдайында айға жуық, ал тозаңғышқа 60 тәулікке дейін сақтауға болады. Бодене жұмыртқасының емдік қасиеті. Мамандар бодене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емзеулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адамның иммунитетін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Нақтылап айтқанда, бодене жұмыртқасы мына ауруларға таптырмас ем. Бас ауруына, демікпе, туберкулезге, қан қысымы көтеріліп түсіп кетуін реттейді, бүйрек, өкпе, асқазан ішек жолдары, асқазан жарасы, анемияларға, бортпе, диатез құтқарады, салқын тию мен тұмауға, бұлшық ет сүйектерді қатайтады, баланың есте сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Сонымен қатар жұмыртқаның ашылған қабыршағын тастамай жуып, газ немесе әсер пешінде сәл кептіріп, кофе ұнтақтағыштан өткізіп, оны тамаққа болмаса суға 1 шай қасықтан қосып ішуге болады. Өйткені оның құрамында 90% кальций мен 27 элементтер бар. Ал зерттеулерге сүйенсек, дәріханаларда сатылатын кальцийге қарағанда бодене жұмыртқасы қабығында кальций адам ағзасына өте сіңімді. Сондай-ақ бодене жұмыртқасын шикілей, қайнатылған, қуырылған, пешке сусыз пісірілген күйде пайдалануға болады. Оны түрлі салатқа қоссаңыз да өз еркіңіз. Ботқа, картоп безбесіне немесе сорпаға да қосуға болады. Ең дұрысы бәрінен пайдалы шикі күйінде ішу. Сонда ол өзінің айрықша дәрумендерін сақтап қалады. Мұндай пайдалы өнімнің кемшіліктері де бар. Бодене жұмыртқасының гипоаллергенді деген пікір бар, бірақ іс жүзінде олай емес. Сондықтан балаңызды бодене жұмыртқасын тамақтандырмас бұрын дәрігермен кеңескен дұрыс. Сондай-ақ бодене жұмыртқасын шамадан тыс тұтыну бүйрекке әсер етуі мүмкін, және бұл өнімнің калориясы да айтарлықтай жоғары. Сондықтан арықтау үшін оны тым көп жеуге де болмайды. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.